Жылдам хабарнама. Ассаламуғалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Түркістан облысында жасөспірім пышақ жарақатынан көз жұмды. Оны өлтірген мектеп жасындағы қыз екені анықталды. Қыз өз кінәсін мойындаған. Оқиға Шардара ауданында болды, деп хабарлайды жергілікті отырар порталы. Ондағы мәліметтерге сәйкес, 2 жасөспірім түнгі 3-те кездескен. Қыз өзімен пышақ алып шыққан. Екеуі жанжалдасып, арты қайғылы оқиға аяқталған. Қазіргі уақытта тергеу жүргізіліп жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сәлеметсіздер ме достар? Сізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Елдің 4 өңірінде жол жабылды. 18:30-дан бастап Абай облысында, Алматы-Өскемен тас жолының Жетісу облысында шекарасында Аягөз қаласына дейін, Аягөз-Қалбатау аралығы, Қалбатау-Шықа шекарасына дейін учаске жабық. Жетісу облысында Алматы-Өскемен жолының 3 арал қаласының Абай облысы шекарасына дейінгі аралық көлік қозғалуы тыйым салынды. Шығыс Қазақстан облысында Алматы-Өскемен автожолының Абай жолы шекарасына Қайсенов ауылына дейін аралық жабық. Өскемен-Шемонайха Ресей шекарасы жолының 105-123 шақырым аралығындағы қозғалыс шектеу қойылған. 19:00-ден бастап Қарағанды облысында Қарағанды-Балқаш тас жолында жүк және қоғамдық көліктер қозғалуына шектеу енгізілді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.